Армысыздар, құрметті тыңдармандар, YouTube арнамызға қош келдіңіздер. Видеоның соңына дейін қарап, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Instagram желісінде жекеге келген хаттарға шолу жасап отырып, мына бір хат көзіме оттай басылды. Гүлжайдан ханым, сізге өз басымнан өткен оқиғаны баяндасам, әсерлі етіп бір әңгіме жазып шығарасыз ба? Мүмкін мен секілді адасып жүрген жандар болса, оқып сабақ алар. Ананың қадірін дер кезінде ұғынатын болар. Өзегімді өртейтін мына бір өкінішімнен құтыла алмасам, шіркін, сізге баяндап бір жеңілдеп қалармын мүмкін деген екен. Өз көзіме өзім сеналар емеспін. Парақша иесінің атын қайта-қайта оқып таңданып отырмын. Парақшасына кіріп суреттерін қарап шықтым. Расында да ер адам. Ер адам қалайша өз қатесін мойындап тұр. Маған хат жазатындардың арасында ер адам сирек кездеседі. Жарайды, тыңдап көрейін. Жазуға келсе неге жазбасқа дедім. Осылайша бұл әңгіменің авторымен әңгімеміз WhatsApp желісінде жалғасын тапты. Ол кісінің атынан сіздерге көпке сабақ болатындай әңгімемді ұсынамын. Есімім Бағдат, жасым 40-қа таяп қалды. Сонда да әлі күнге дейін жаладан жалғыз, жападан жалғыз күн кешіп келемін. Үйленбедім емес, жастықтың жалында тұрған шағында 20-ға таяған кезімде отау құрдым. Әсем есімді, сұлу бойжеткенге ессіз ғашық болып, жассың ғой деген айналамдағы адамдардың сөзін құлағыма ілмей, сүйіктімді еркінен тыс алып қашып келдім. Сол кезде өзім 19 жаста болсам, келіншегім 18-ге әлі толмаған болатын. Мен кішкентай кезімде әкем апаттан қаза болған. Анам мені жалғыз өзі ешкімнен кем етпей өсірді. Анам мен және де Мария әжем үшеуміз бірге тұрдық. Әжем үнемі сен әкеңнің аманатысың, сені көзімнің қарашығындай сақтаймын деп мені жан баласына жолатпайтын. Мені еш жерге жібермеуші еді. Әкемнің артында ұрпақ қалмай қалуынан қорқса керек сірә. Бар тәттіні менің аузыма тығып отырушы еді. Менің кесірімнен байғұс анама күн көрсетпейтін, күндіз түні қызғыштай қорғап жүруші еді. Балаңа қарашылық көрмей жегенім адымда, жемегенім артында болып өстім. Өте ерке едім. Әжем мен десе ішкен асын жерге қоятын. Жас өспірім жігіт болсам да, әжем мені құшағынан жібермейтін. Әр сөзінде Аллахым балам Саматтың атынан ұрпақ ергенін көрмейінше, менің жанымды ала көрме, арманда кетпейін. Немеремнің тойында шапқылап жүретін күш-қуат бере көр деп айтып жүретін. Алла тағала оның дұғасын қабыл етті. Жас болып жаңылыс басқан шағымда ешкім мені қолдамаса да, әжемнің бұйрығымен ерте үйлендім. Келіншегім де әлі де балалы басылмаған ерке қыз еді. Үйленіп ешкіммен қысылмай, қымтырылмай екеуміз қол ұстасып қыдырып жүреміз деп ойладық. Анам келін алып қолым ұзарып қалады. Келінім үйдің шаруасына қолғабыс болады деп ойлаушы еді. Бірақ ол қалауы бола алмай қалды. Керісінше анама артылған жүк еселене түсті. Әжем әсемді әбден еркелетіп жіберді. Сол үшін де анам екеуі жиі сөзге кеп қалатын болды. Анамның әжеме дауыс көтере сөйлегенін алғаш көруім. Жетер енді апа, мен де сіздің қолыңызға пісіп жетілмей бала күйімге келдім. Сіз мені үнемі жөнге салып, өзіңіз тәрбиеледіңіз. Менің осы күнге жеткенім сіздің арқаңызда, ал бұл жас келінге не тәрбие беріп отырсыз? Бұл менің келінім, оны бұлай тайраңдатып қойғаныңызға қарап отыра алмаймын деді. Не сонша жылғы істеп жүрген шаруаңды келін алып істей алмай қалдың ба? Мұнымен не айтқың келеді? Сонда осы күнге дейін мен сені қинап келіппін ғой солай ма? Жоқ, апа, керісінше сізге алғыс айтамын. Сіздің арқаңызда қазір қолымнан келмейтін іс жоқ. Сіз маған бәрін үйреттіңіз, еңбекқорлық, іске тиянақты болу, жауапкершілік бәрін сіз үйреттіңіз. Келінімді де солай тәрбиелесеңіз, еш наразылығым болмас еді. Алайда сіз оны әбден жалқау етіп тындыңыз. Сізбен мәңгі қасында жүрмеймін, өмірдің қызығы мен шыжығын бірге көрсе екен деймін. Әжем ананың жан айқайын тыңдағысы келмеді. Анама өкпелеп бөлмесіне тығылып алды. Әжемнің анама деген өкпесі қара қазандай. Тіпті анам мен бір дастархан басына отырып ас ішпейтін күйге жетті. Әжем анамның дайындаған тамағын жемей қырсығып әбден шықты. Анам да алған бетінен қайтар емес. Екеуі бір-біріне ерегісіп жүрді.
осының барлығына сендер кінәлісіңдер дегендей анам келіншегім екеумізге мінез көрсетіп жүрді. Анамның бұлай қыңыр мінез көрсеткенін алғаш көруім. Анам түк істемей қойды. Таңертең үйден шығып кеткен күйі күн батқанша үйге келмеді. Әжем анама өкпелі болғанымен анам үшін алаңдап, есік күзетіп, әрі де бері жүріп мазасыз күй кешті. Анам үшін бәріміз де алаңдадық. Күн батқанда анам есіктен кіріп келгенде оны көріп бәріміз де таңданып қалдық. 40 жыл бойы шешпеген орамалы шешіліп, шашын боятып, үстіне әдемі көйлек киіп, анам кіріп келді. Қолында дорба-дорба базарлығы бар. Әженің екі көзі шарасынан шығып кете жаздады. Назира, бұл сенбісің? Мына түріңе масқара. Иә, мен түріме не бопты? Жалаңбас жүргеніңе ят емес па? Сенің есің ауысайын деген екен. Есім ауысқан жоқ, керісінше есі кіре бастады. Осы күнге дейін ұлым үшін, сіз үшін өмір сүрдім. Қатарынан қалып, ешбір қызық көрмей келемін. Ал оның ақысына не алдым? Бейнетімнің өтеуі қайда? Балам бір қатынның құшағында кетті. Ал сіз болсаңыз сол келіннің бір жеріне кіріп кетердей жүрсіз. Бұдан былай тек өзім үшін өмір сүремін. Өз шығындарыңды өздерің төлеңдер. Төле свет, су, газдың ақшаларын. Анам бұл сөздерді маған қарап тұрып ашулана айтты. Олай дейтін де жөні бар. Әжемнің зейнет ақысы өзінің баратын жерінен артылмайды. Өлімі бар, тойы бар, кейде тіпті жетпей қалатын кездері де болады. Ал мен болсам әр жұмыстың басын түртіп жүріп ақша тауып қатырмайтынмын. Әжемнің сол кездегі ашуға мінген түрін әлі күнге дейін ұмыта алмаймын. Ашу үстінде анама қаншама ауыр сөздер айтты. Осы тайраңдағаның да жетер. Осы күнге дейін қиналып келген екенсің ғой. Ендеше бұдан былай ешбір тірлік істемейсің. Аллаға шүкір, күш-қуатымнан арыла қойған жоқпын. Құдай күнімді саған қаратпасын. Бұдан былай сенің қолыңнан Құдайдың қара суында ішпеймін. Маған жолаушы болма. Келініңіз бар емес па? Сол істеп берсін ас ауқатыңызды. Әжемнің қаһарынан аяқ тартар анам жоқ. Анам сол күннен бастап үйдің бірде-бір шаруасын істемей қойды. Бәрін әжем өзі істеп жүрді. Тіпті сиырдың астынан бүгілген аяғы жазылмай, орнынан тұра алмай қалса да, алған бетінен қайтар емес. Анам болса күнде қыдырып өзімен өзі рақаттанып жүрді. Алайда көз жанарынан әжем үшін уайымға салынып жүргенін аңғаруға болатын еді. Әсемді үй шаруасына әжем баптап жүрген. Алайда оның сүйінші хабарын естіген әжемнің қуанышы жер-көкке сыймай оның аяғын аспанға көтеріп жатқызып қойды. Иә, әсем құрсақ көтеріп ата-ана атанатын еді. Әжем өте намысшыл адам болатын. Бар шаруаны жасау қиынға соқса да, анамның алдына барған жоқ. Қазіргі техникалардың тілін білмеген соң, әжем есік алдында қолданыстан шыққан өзінің тандырынан нан жауып жүрген. Ыстықтан ба, әлде анама деген ашу-ыза өкпесінен ба қан қысымы көтеріліп, есік алдында есінен танып құлады. Анам бөлмесінде терезеден қарап отырған болса керек, бірден жүгіре жетіп келді. Мен көтеріп әкеліп үйге жатқыздым. Анам дереу тілінің астына дәрісін салып шырылдап жылап жүр. Апатай, мен де ақымақ келініңізді кешіріңізші. Мен үшін тірі жүргеніңіздің өзі бақыт. Менің арқа сүйер сүйенішім өзіңіз ғана емессіз бе? Мен тастап кетпеңіз, апатайым, деді. Мама, әжеме ештеңе болмайды, шық бұл жерден, жатып ішер арам тамақ неме. Осының барлығы сенің кесіріңнен. Өз еркелігің аздай балалығы басылмаған тағы бір ерке тотайды алып келіп берекемізді қашырдың. Жоғал әрі. Анам мені осылай бөлмеден қуып шықты. Сол кезде мен анамды өзіме жау көрдім. Анам әжемнің қасынан бір елі ажыраған жоқ. Күндіз-түні қасында болды. Ыстықтай сорпасын үзбей, дәрілерін уақытында ішкізіп күтім жасады. Әжем еш жиған соң тағы да сол қырсықтығын жалғастыра берді. Әжем өзінің қауқары жетпеген жоқ, ас-суын әсемге дайындатып жүрді. Мұрны тыржыңдап, әйелім әрең бір тамақты істейтін. Үйде береке жоқ. Айналдырған үш әйелдің басы бір үйге сыйыспай жүр. Мен де үйден безе бастадым. Келіншегім мен қол ұстасып, қыдырып, ойнап, күліп жүргім келетін. Әсем үнемі әжеме күтім жасап жүрген соң, біз үй қамақта отырғандай күй кешіп жүрдік. Әсем ыңқылдап-сыңқылдап жүріп, аман-есен ай күніне жетіп, ұл баланы дүниеге алып келді. Әжемнің қуанышы қойнына сыймай, бар ауруын ұмытып кеткендей шапқылап жүрді.
Тықпыштап жиған тергенінің бәрін шашып шөбересінің шілдехана бесік тойын дүркіретіп жасап берді. Әсемнің қолын мұздай суға тигізбей, анам мен әжем шырпыр болып шапқылап әлек. Ұлым Батырхан бұл үйге бақ-береке әкелгенде әжем мен анамның ара қатынасы жақсара түсті. Әсем бірде-бір шаруаға араласпайды, тек бала қарайды болды. Солай күндер жалғаса берді. Ұлым 8 айдан асып еңбектеп жүре бастады. Әсемнен қашып үнемі әжемнің қасынан шықпайтын. Әжем байғұс өзі әрең жүргеніне қарамай шөбересін арқалап жүруші еді. Ал анам жұмыста болған соң үйдің шаруасы Әсемнің мойнына артылды. Әбден дайын тамақты жеп ішіп дайын асқа тік қасық болып үйренген әйеліме бұл жүк ауырлық қылған болса керекті. Күн сайын жылап сықтап миымды ашта бастады. Жаным, мен де адам секілді өмір сүргім келеді. Мен үйде емес түрмеде жүрген секілдімін. Баланы ауыртсаң да, анда барма, мұнда барма, олай істеме, бұлай жасама. Әжемнің осындай шектеулерінен әбден мезі болдым. Әжем өзі сондай адам. Ол кісі өзгермейді. Әйелімнің айтқан сөзінің жаны бар. Мен де балам мен әйелімді жетектеп серуендеп жүргім келеді. Бірақ әжем бізді ешқайда шығармайды. Батырханның тісі жарып ауырып жүрген кезі, түні бойы дене қызуы көтеріліп, Әсемге ұйқы бермей шырылдап жүреді. Күндіз әжем өзі қарап жағдайын жасап отыратын. Бірнеше күн бойы ұйқы көрмеген әйелімнің жүйкесі жұқарып, ашуға булығып жүрді. Әжем еш уақытта 5 уақыт намазын қалдырмайтын. Әжем намаз оқып жатқанда Әсем ұлымыздың қыңыр мінезіне төзе алмай құйрығынан 1-2 салып жіберді. Мұны көрген әжем құлшылығын тастай сала Әсемге қарай бас сала айқайлайды. Баланы ұруға қалай датың барады, қолың сыңғыр. Өз балам тұрсам не бопты? Ол аздай маған қарай айқайлап тұрсын ба, көргенсіз десе. Жетер енді, біз сіздің айтқаныңызбен жүріп тұратын кішкентай бала емеспіз. Сіздің дегеніңізге бағынатын құл емеспін, тірі адаммын. Әкеңіз бері баламды. Әсем бар мінезін көрсетіп, балам екеуінің киім-кешегін жинап үйіне кетіп қалды. Кімнің жағына шығарымды білмей үнсіз тұрдым. Әжемнің ең осал тұсы ол немересі екенін бәріміз де білеміз. Әжем маған жақындап үнсіз тұрды да, сөйлеуге дәті жетпей үнсіз тұрды. Адамдарға таң қаламын, елдің бәріне өсек керек. Осындай ағайын туыстар келгіштеп кетеді. Бәріне де әжем әйелімді жамандап әлек болды. Осы күнге дейін түк істемей келді. Қолынан бір іс келмейді. Қазіргі жастардың бәрі жалқау. Тағамының дәм тұзы болмайды. Ондай келінді қайтесіз? Бәрі бәле сонымен кетсін. Әжемнің бұл сөздеріне ызам келді. Оны осындай еткен өзі емес пе? Ұрпағымды көбейтсін деп өзі басына шығарып алды емес пе? Ендеше неге елдің бәріне оны қаралап жатыр? Ашудан жарылардай болып жүрмін. Түн ортасында көшеге шығып, Әсемге қоңырау шалдым. Ол ашулана жауап берді. Мені мазалама, маған хабарласпа, өшірме, мені тыңда, мені сен қолдаймын. Маған ашуланып ұрсайын деп тұрған боларсың десем, жоқ, сен түгілі өзім де әжемнен қашып кеткім келеді. Әжемді осылай бір сілкіп алғаның дұрыс болды. Адам қартайған сайын бала секілді болады деген рас екен-ау. Әжемді тәубесіне келтіру керек. Не деп тұрсың? Сен үйінде біраз уақыт жүре тұр. Әжем өзі-ақ алдыңа барып жалынып алып қайтады. Әй қайдам, әжеме мені керек етеді дейсің бе? Мен білетін әжем болса Батырхан үшін бәріне де барады. Негізі мүлдем ажырасып кететін ойым жоқ. Ашумен кетіп қалғаным дұрыс болмады. Маған сен біздікі дұрыс. Әжем өзгеріп, біз әжемнің емес, әжем біздің қалауымызды орындайтын болады. Сол түні ұйқым келмей таңға жақын көзім ілініп кетіпті. Демалыс күні болғандықтан болар еш алаңсыз ұйықтап жатыр екенмін. Маңдайыма деген ыстық алақанды сезіп ұйқымнан ояндым. Жанымда әжем отыр екен. Балам, бұлай түске дейін ұйықтамаушы едің ғой. Миымды аштатын әйелім мен балам жоқ, рахаттанып ұйықтап жатыр едім. Олай деме, солармен өмір қызық емес пе? Саған келген себебім де сол еді. Барып әйелің мен балаңды алып қайт. Жоқ, бармаймын, олардың маған керегі жоқ. Қыдырсын, киінсін, ішесін, жесін, қалағанша өмір сүрсін. Ашуға бой алдырма, балам. Әжем маған ол жайында ештеңе айтпаңыз, оның атын естісем сығырданым қайнайды. Әжем менің бұл сөздеріме иланбай сенді. Бірақ та мен мұның бәрін әжемді өз ісіне өкіндіріп, бізді билеуін тоқтату үшін әдейі жасадым. Күн сайын әйелім мен баламмен сөйлесіп жүрдім. Әжем біресе анама, бірде маған барып алып келіңдер деп жалынып жүрді. Менің ашуым өтірік болғаны, мен анам шын мәнінде әйеліме қатты ашулы еді. Өзі кетті, өзі келсін деп жүре берді.
Әжем шөбересін сағынып көзіне жас алып жылап алатын. Болды, аз қалды әжем, өзім барып немере келініме шөбересін алып қайтады деп жүредім. Бірақ та мүлдем мен күтпеген жағдай орын алды. Таңға жуық шырт ұйқыда жатқанмын. Анамның шыңғырып айқайлаған даусынан шошып оянып сасқанымнан іш киіммен сыртқа жүре бастадым. Анам жерде жатқан, маңдайы жарылған әжемді көтере алмай арпалысып жатыр екен. Дереу әжемді көтермек болдым. Сол сәтте әжем қор ете қалды. Әжемді үйге кіргізіп бара жатқанда бүкіл денесі бір сілкінді де сылқ ете қалды. Иә, әжем менің қолымда, көз алдымда жан тапсырды. Әжем соңғы күндері ешкімге сөйлемей қойған болатын. Әсем екеумізді шын мәнінде ұрсып жүр, ажырасып кетеді деп ойлады. Олай ойлағанын өзім қалаған едім. Бар ойым әжем қыңыр мінезінен арылса екен деп едім. Алайда оған өлімге әкеп соқтырар тұзақ құрғанымды аңғармаған екенмін. Әжем шөбересін сағынып күйіктен өлді. Оған тұзақ құрған мен кінәлімін. Ақымақ басым әжемді түзейтін емес, ажалға жетелейтін тұзақ қойған екенмін. Бүкіл ағайын туыс әжемнің өліміне Әсемді кінәлі етті. Оны әбден жерден алып жерге тықты. Әжем қайтыс болған күні Әсем өзінің туған әке-шешесімен бірге дереу жетіп келіп еді. Алайда әкемнің туған бауырлары мен әпке қарындастары оларды иттей етіп үйден қуып шықты. Әжемнің өлімін Әсемнің мойнына артып кінәлі етті. Жағдайды ушықтырып алмау үшін ол кезде шындықты айта алмадым. Оның жазықсыз екенін, бұл тұзақты мен құрғанымды айта алмадым. Кейін бәрі кеш болды. Әсемнің әке-шешесі біздің қайта қосылуымызға жол бермеді. Олардікі де жөн. Оларға қаншама ауыр сөздер айтылды. Міне солай жападан жалғыз қалдым. Егер де қырсықпай, әжемді өзгертуге тырыспай, азғана қалған өмірін өкінішпен өткізбей, жүрегіне сызат салмағанымда, әжем өз ажалынан өлгенше біраз уақыт қасымызда жүрер ме еді? Ұлым қасымда әкесінің мейіріміне бөленіп жүрер ме еді? Көңілімдегі жауабы жоқ қаншама сұрақтар менің қайта үйленуіме мұрша берер емес. Әттең-ай деп өкініп жүргеніме қанша жыл өтсе де, қолымнан ештеңе келер емес. Өтініш сіздерден бірі баяғы көрде, бір аяғы төрде жүрген қарт кісілердің көңіліне қаяу салмаңыздар. Бар айтарым осы.